Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары. Археологиялық зерттеулер нәтижесі Орталық Азияда өзіндік өркениеттің бар екендігін көрсетті. Орталық Азиядағы отырықшы егіншілік мәдениет белгілі бір аймақтарда, өзендер мен тау етегіндегі жазираларда пайда болды. Табиғатты біртіндеп игере бастаған адамдар өңдейтін жерлердің аумағын кеңейте бастады. Тоған жүйелері пайда болған соң, егіншілікті суармалы егіншілік алмастырды. Егіншілер біртіндеп кең алқаптарды игеруге көшті. Орталық Азияның отырықшы егіншілік өркениетінің ерекшеліктері бірнеше тұрақты мәдени ошақта өмір сүруі және көшпелі өркениетпен тығыз байланыстылығы. Орталық Азияның отырықшы егіншілік өркениетінің негізгі 9 ошағы бар. Маргуш, Бактрия, Хорезм, Соғды, Ферғана, Шаш, Сырдария, Жетісу және Шығыс Түркістан. Енді осы ошақтарға жеке-жеке тоқталатын боламыз. Маргуш біздің заманымыздан бұрынғы 18-13 ғасырлардағы қола дәуірінде Орталық Азияның оңтүстігінде Мургаб жазирасында Маргуш отырықшы егінші және қалалық мәдениеті пайда болды. Бұл мәдениет Әмударияның төменгі ағысындағы Бактрияға таралды. Оны кейде Окс өркениеті деп те атайды. Маргуштың екі негізгі қаласы Намазга-депе мен Алтын-депенің мықты қорғандары, сарайлары, ғибадатханалары мен көп бөлмелі үйлері болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықта астанасы Гунур болды. Маргуштықтар алдыңғы Азия мен Инд өзені аңғарындағы өркениеттермен байланыс орнатты. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың бірінші жартысында Мерв қаласы пайда болды. Ол мұсылман дәуіріндегі Орталық Азияның ең басты қалаларының бірі саналды. Келесі аймақ Хорезм. Хорезм Амударияның төменгі сағасында орналасқан аймақ. Біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші мыңжылдықта аймақта хорезмдік отырықшы егіншілік өркениет пайда болды. Бұл мәдениеттің негізі даладан бастау алған. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың басында өлкеге хорезмдіктер қоныстанып, Амудариядан су тартып, канал жүйелерін жетілдірді. Суландыру жүйелері хорезмдік өркениеттің негізіне айналды. Хорезмнің астанасы топырақ қалада әртүрлі суреттермен, мүсіндермен безендірілген сәулетті сарайлар болды. Хорезмнің бұдан кейін дербес мемлекет ретінде өркендеген кезі Хорезмшах мемлекеті, кейін Хиуа хандығы кезінде болды. Осы мәдени ошақтардың негізі көнеден жеткен суландыру жүйелері болды. Келесі аймақ Соғды. Амудария мен Сырдарияның ірі егіншілік аймағында Мараканд, қазіргі Самарқанд қаласы пайда болды. Соғдының солтүстігінде Шаш, қазіргі Ташкент жазирасы орналасқан. Соғдылықтардың өз жазуы болды, негізінен саудамен және қолөнершілікпен айналысты. Соғдының Ұлы Жібек жолының бойында орналасуы және трансконтинентальды саудада делдалдық қызмет атқаруы оның гүлденуіне әкелді. Олар Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан Шығыс Түркістан, Жетісу және Тараз өңірлерінде сауда орындарын ашты. Кейіннен арабтар жаулап алған соң, Самарқанд Мәуереннахрдың, кейін Әмір Темір империясының астанасы болды. Бұдан кейінгі ғасырларда Соғды Бұхара хандығының құрамына кірді. Келесі аймақ Ферғана. Ферғана тау арасындағы ойпат. Бұл жерге су Сырдариядан тартылған. Ферғана Ахемениттік және Александр Македонский империяларының құрамында да болған. Дәл осы жерге Александр патша өз империясының солтүстігіндегі ең шеткі қала Александрия Эсхатты салуды бұйырды. Біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші, біздің заманымыздың 6-шы ғасырлар аралығында Ферғана өз билеушілері бар дербес мемлекет болған.
Оның солтүстігінде ғұндар, шығысында Қытайдың Хан империясы, ал оңтүстігінде Бактриядағы Юйчжи мемлекеті орналасқан. Сматсянның дерегі бойынша Даваниде, Ферғанада 70 қала болды. Олардың жылқылар мен жүзімдіктер мен ерекше гүлдермен даңқы шықты. Ферғана арқылы да Ұлы Жібек жолы өтті. 6 ғасырда Ферғана түрік мемлекетінің құрамына қосылды, ал Әмір Темірдің заманында бұл жерде Бабыр дүниеге келді. Кейін Ферғана Қоқан хандығының орталығы болды. Оның тарихы Қазақстанның тарихымен тығыз байланыста өрбіді. Келесі аймақ Шаш. Шаш Соғдының солтүстігінде орналасқан. Шыршық және Ангрен өзендерінің алқабында, сондай-ақ Сырдария өзенінің оң жақ жағалауын алып жатқан аймақ. Бұл аймақ қазіргі Ташкент пен Шымкент қалалары орналасқан жер. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың ортасында өңірде 30-ға жуық шаһар болған. Шаш қаласының іргетасы біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдан бұрын қаланған. Ал 1-ші мыңжылдықта далалық түркілер мен соғдылықтар кейіннен Мауреннахр тұрғындарының негізгі сауда орталығы қызметін атқарды. Шаһар 11-ші ғасырдан бастап Ташкент атала бастады. 16-ші ғасырда Ташкент үшін Қазақ хандығы мен Бұхара әмірлігі арасында тартыс басталды. 17-ші ғасырдың басынан 18-ші ғасырға дейін шаһар Қазақ хандығының иелігінде болды. 18-ші ғасырдың соңында Ташкент Қоқан әмірлігінің билігіне өтті, ал 1865 жылы қаланы орыс әскері басып алып, орыс билігіндегі Түркістанның орталығына айналды. Шаштың солтүстігін Сырдария аймағы алып жатыр. Сырдарияның орта ағысындағы бұл аймақ даламен шектеседі. Аймақ Қаңғы атауымен Авестада кездеседі, ал Сматсян оны Қаңлы мемлекеті деп атады. Бұл өркениет ошағының ірі орталығы Арыс пен Сырдария өзенінің қосылған тұсында орналасқан Отырар Фараб шаһары болды. Мыңжылдықтың соңында бұл жер сауда мен қолөнер орталығына айналды. 10-шы ғасырда Отырар Қарахандар мемлекетіне қарады, кейіннен Қарахандар моңғол шапқыншылығынан күйреген соң Отырар Хорезмнің қол астына өтті. Мұсылман жылнамаларында моңғол шапқыншылығынан кейін Сырдария жазирасы Түркістан деп аталды. Аймақта Сауран, Созақ, Сығанақ, Сайрам және Түркістан шаһарлары болды. Олар Қазақстан мен бүкіл орталық Азияның тарихында үлкен маңызды роль атқарды. Келесі аймақ Жетісу. Жетісу Балқаш көлі, Ыстықкөлдің арасындағы тарихи мәдени аймақ. Аймақтың атауы дәл жеті өзенді емес, көп сулы деген мағынаны білдіреді. Бұл Балқаштың солтүстігі мен шығысындағы құрғақ далалы жерлермен салыстырудан шыққан атау. Тянь-Шаньның солтүстігіндегі тау басынан көптеген өзен ағады, ал өңірдің ең басты су көзі кең арналы Іле өзені. Ежелгі уақытта бұл жерде Үйсін мемлекетінің орталығы болған. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта Жетісуда қалалар дамып, соғдылықтардың сауда орындары өркендеген. Ал өлкенің астанасы Алматының тарихы 1000 жылдан асады. Мұны қазба жұмыстарын жүргізген қазақстандық археологтар нақты деректермен дәлелдеді. Назар аударыңыздар, Орталық Азияның отырықшы егіншілік өркениетінің 3 мәдени ошағы Шаш, Сырдария аймағы және Жетісу Қазақстан аумағымен тікелей байланысты. Келесі аймақ Шығыс Түркістан. Шығыс Түркістан Тянь-Шань тауынан басталып, шығысқа ағатын Тарым өзені алқабындағы аймақ. Осы аймақтағы Тұрпан, Қашқар, Жаркент, тағы да басқа шаһарлар біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта Такла-Макан шөліндегі жазираларда пайда болды. Шығыс Түркістандағы жазиралар Жетісудағы сияқты Ұлы Жібек жолындағы сауда үшін аса маңызды роль атқарды. Қорытынды. Ежелгі уақытта Орталық Азияның оңтүстік бөлігінде Орта Азиялық отырықшы егіншілік өркениет қалыптасты. Бұл өркениеттің
мыңдаған жыл бойы өз мәдени маңызын сақтаған, сабақтастығы мен тұрақты дамуын қамтамасыз еткен бірнеше ошағы болды. Жаңа сол ошақтарға біз жеке-жеке тоқталдық. Жазиралар мен тау баурайларындағы отырықшы егіншілік өркениет көшпелілер өркениетімен өзара тығыз байланыста болды. Осындай өзара байланыстың нәтижесінде бұрын иран тілінде сөйлеген халықтар түркіленді. Пайдаланылған ресурстар. Назарларыңызға рахмет.